сәлеметсіздер ме менің кішкентай зерттеушілерім? Сәлем, мен атым Қарақат. Сәлем, достар, менің атым Әмір. Балалар, бүгін біз өте ерекше әрі пайдалы зерттеу жүргізетін боламыз. Тұқым болмасы деп аталады. Жарайсың. Біздің жасайып жатқан зерттеуіміз балалар тұқым бомбасы деп аталады. Мен сендерге қазір осы тұқым бомбасы туралы кішкене түсіндіріп берейін. Тұқым бомбасын балалар су аз, өте қуаңшылық жерлерді көгалдандыру мақсатында өсіреді екен. Біздің жасайып жатқан тұқым бомбамыз табиғатқа өте пайдалы. Ол үшін бізге не керек деп ойлайсыздар балалар? Тұқым заты су, топырақ керек. Жарайсыздар. Ал енді алдымен балалар осы тұқым бомбасын жасау үшін бірінші тәжірибемізді бастау үшін бірінші не істейміз? Бірінші үстіңге тұқымдарды сүйеміз, сосын су саламыз, сосын астыламыз. Бастаймыз тәжірибемізді. Бірінші не істедік жаңа? Суымызды топыраққа тұқымымызды шашайық. Жарайсың, асықпай. Не істейміз? Суымызды аламыз. Не істейміз? Әмір, не жасаймыз енді? Сосын үстіңге су шашамыз. Дұрыс, жарайсың. Шашамыз суымызды. Топырағымыз балалар біздің ылғал болу керек. Бір-біріне бірігіп жабысу керек. Одан біздер домалақтар жасауымыз керек екен. Сол үшін суды шашамыз, көбірек шашамыз. Топырағымыз ылғал болғанша су шашады екенбіз. Жарайсыздар. Енді не істейміз? Араластырайық. Күрекшемен біз не істеп жатырмыз балалар? Араластырамыз. Жарайсыздар. Енді жерімізді білдірмей сол алайық топырақ. Алақанымызға салып, домалақтар жасайық. Осыдан балалар, осы біздің домалақтарымыздан балалар әдемі көк шөптер өседі екен. Осымен біз табиғатымыз көгалдандырамыз. Жарайсың. Бұл балалар жаңбырдың әсерінен, өзге сулардың әсерінен біздің табиғатымызда өсіп шығады екен. Жасаймыз. Асықпай, домалақ қатты қысамыз. Енді жасаймыз. Қане Әмір? Домалақ жарайсың Әмір, дұрыс салағын. Қайсы Қарақат қане? Домалағын қайсы қане? Қатамыз қатты алақанымызды қысайық. Жарайсың қане, күшті. Әдемі болып жатыр Қарақат. Домалағы да әдемі болып жатыр. Әмір, жарайсың қане, жасаймыз. Ал, тағы да жасаймыз. Қатты қане. Ылғал жерлерді алып, топырағымызды домалақтаймыз. Көп домалақ жасауымыз керек екен балдар. Сонда бұлар бізге әдемі көп болып шығады екен. Балалар, назар аударайықшы. Тұқым бомбасын қуаңшылық жерлерге ұшақпен немесе дронмен шашу. Біздің жасаған тұқым бомбасы, қараңыз. Табиғатты көгалдандырудың тиімді тәсілі. Қараңдар, құрғақ жерге түсті. Жаңбыр жауып жатыр. Қараңдар, өсіп шықты. Нәтижесінде жер жасылданып, ауа тазарады, топырақ қорғалады және жануарларға тіршілік ортасы пайда болады. Апа, біздікі дәл сондай өсіп шықты. Жарайсың, біздің дәл осындай болды. Арақат ұнады ма саған? Табиғатымыз қандай болды? Әдемі болып кетті ме табиғатымыз? Балалар, міне біздің тұқым бомбамыздан осындай әдемі өсімдіктер өседі екен. Сонымен балалар, зерттеуіміз ұнады ма сендерге? Олай болса, осымен біздің зерттеуіміз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.